Ассалаумалейкум достар, баршаңызға қайырлы түн. Бүгін Болгариядағы Странджа кубогының 4-ші күні өз мәресіне жетті. Сіздердің назарларыңызға бүгінгі күннің, яғни 4-ші күннің нәтижесі. 48 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Қайрат Ернұр грузиялық Лука Кублашвилиге қарсы жекпе-жекте ұпай санымен жеңілді. Ал 51 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Мұратұлы Кенже үндістандық Бишвамитр Чонгтамнан аса алмаса 57 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Оразбек Асылқұлов бұл турнирдегі өзінің екінші кезеңінде бразилиялық Луис Оливейрадан басым түсіп, турнирдің ширек финалына жолдама алды. 67 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Тезек Темірхан өзбекстандық Хамидов Бекзотты таза жеңгенімен төрешілер өзбекстандық боксшының қолын көтеріп, әділетсіздік жасады. Ал 80 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Бекзат Нұрдәулетов сербиялық Агелев Артемнан 5-0 есебімен айқын жеңіске жетті. 86 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Таңатар Бекзат өзбекстандық Абдуллаев Шахшоханға қарсы жеңіліс тапты. 92 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен Абзал Құттыбеков Грузия боксшысы Артем Йорданянға шашалаңдағы реферидің қатаң жазасы арқылы келесі кезеңге өте алмады. Ал аса ауыр салмақта өнер көрсететін Қамшыбек Қоңқабаев жарақатына байланысты өзбекстандық Бахадыр Жалоловқа қарсы шаршалаңға көтерілмеді. Ертең шаршалаңға қазақстандық 3 боксшы оралады. 57 келі салмақ дәрежесінде Асылқұлов Оразбек, 75 келіде Нұрғанат Райыс және де 80 келіде әлем чемпионы Нұрдәулетов Бекзат. Қазақстан құрама командасының атынан ширек финалға шыққан тек осы 3 боксшы. Ертеңгі кездесулері біздің 3 боксшымыз да өзбекстандық боксшылармен бокстасатын болады. Және де көптен бері қарсыласта болмай жүрген қазақстандық WBO чемпионы Жәнібек Әлімханұлы туралы жаңа ақпарат. Қазақстандық WBO тұжырымы бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы және де британиялық Лиам Смитке WBO тұжырымы екі жаққа 20 күн уақыт берді. Жекпе-жекке келіссөз жүргізу үшін. Егер де келіссөз жүргізе алмаған жағдайда бағасы $200 басталатын промоутерлік сатылым болатын болады. Бұның алдында айтып жүрген болатынбыз. Лиам Смитті WBO өздерінің рейтингінде бірінші орынға қойғысы келетін. Алайда олардың істері оңынан болып өз діттегендеріне жетті. Бүгінгі күнде Лиам Жәнібек үшін міндетті қарсылас болып тағайындалды. Ендеше жаңалықтың артын күтейік. Содан соң бұл жекпе-жекке байланысты толығырақ арнайы рубрика жасайтын боламыз. Мінекей достар, ертеңгі шаршалаңға шығатын қазақстандықтарға сәттілік тілейміз. Және де Жәнібек пен Лиамның арасындағы жекпе-жекке контрактқа қол қойылады деген үміттеміз. Қазақ боксы жасасын.